Қымбатты тыңдарман. Мен көп байқаймын, оқыған намазы мен берген садақасын, күйеуімен немесе әйелімен арадағы екеуіне ғана тиісті түнгі сезім сырын дос құрбыға жария етіп, оны әңгімеге қатыстыратын әйелдер көп. Сондай әйелдерге, еркектерге де ой салсын деп, белгілі шығыстанушы Санжар Керімбайдың мынау бір жазбасын оқып берейін деп шештім. Көпке ой салсын. Санжар Керімбай былай дейді: өркениетті елде кісінің діни сенімі мен құлшылығын сұрау этикаға жатпайды. Ол мәселені Құдай мен құлдың арасындағы құпия, интимді мәселе деп қарайтын мәдениет көнеден қалыптасқан. Орта ғасырда Мәулана Руми ол жайлы адамның Алламен қатынасы, ерлі-зайыптының некесіндей сырлы болсын деген еді. Жан әлемін терең зерттейтін экзистенция психологиясы бұл мәселені былайша тарқатады: діни сенімін ашық талқылау адам табиғатына жат. Оны ғылымда діни ұяңдық дейді. Діни ұяңдық иман жайлы ашық айтуға рұқсат етпейтін түпсанадағы психикалық механизм. Бұл механизмде Алланың адамға берген көп нығметінің бірі. Себебі діни сенімде махаббат пен өлім сияқты интимді тақырыпқа жатады. Кез келген адам ғашықтық сезімі жайлы ашық айтуға ұялады. Өлімі жайлы оңашада толғанады. Бұл тақырыпқа басқаның кіріскенін қаламайды. Сенім мен құлшылықта солай. Сіз намаз оқисыз ба деп сұрайтындар басқаның ең нәзік, ең құпия, ең интимді зонасына тұмсығын тығады. Байқасаңыз, мұндай сауал бірден жағымсыз сезім тудырады. Ал ғалымдар былай деп қатаң ескертеді: сенім, махаббат және өлім адамның интимді сыры. Ақылды адам бұл үшеуін жария болудан сақтап қорғасын. Интимді аймаққа ешкімді кіргізбесін. Бөтеннің назары осы аймаққа сұқтанғанда олар шынайы қалпынан айырылады. Осылай дейді ағартушы Санжар Керімбай. Олай болса, бұл үшеуін құпия ұстаңыз, оқырман.